Сәлеметсіздер ме? Командамыз қосыла берсін. Ровно 3-те бастаймын деген. 5 минут бар әлі. Сәлеметсіздер ме? Бүгін күндеріңіз қалай өтуде? Мен дауысым естіліп тұр ма? Қатып қалған жоқ, я? Мен барлық дауысым бәрі естіліп тұр ма? Жазсаңыздар. Сәлеметсіз. Де жақсы. Мен, как всегда, прямойымды далада өткізем. Күндіз бала шағамды ойнатып жүрмін қазір паркте. Декреттегі анамын. Өзімді таныстырып өте берейін. Арифлеймге қалай келдім деген сияқты. Пока қыздар жиналғанша. Мен есім Жұмашева Фрида. Жасым 26-да. Алматы қаласында тұрамын. Арифлеймге келгенме 1 жыл уақыт болды. Яғни менде стаж 1 жылдық сетевойда. Қазір ашық директор сатысындамын. Айлығым 21 күн сайын 85 мың теңге, Аллаға шүкір. Декретте отырсам да тауып жатырмын. Негізі мамандығым мұғалім. Бірақ шынымды айтайын, мұғалімдік жұмыс жасаған жоқпын. Диплом алғаннан кейін декрет, тұрмысқа шықтым, декреттен декрет, сонымен диплом да киіп кетті. Ал енді сетевойға келіп 1 жылдың ішінде осындай табысқа жетіп отырмын. Спонсорларымның арқасында және командамның, Аллаға шүкір, осындай Арифлеймге келгеніме. Араларыңызда жаңадан тіркелген консультанттар бар ма? Жаңадан тіркелген консультанттарға арналған. Егер сіздерге осы жерде командаларыңызда кірмеген болса, новичоктар, кіргізіңіздер, әлде кеш емес, әлі басталған жоқ мен сабағым. Сондықтан оларға ең маңызды тақырыпты өтпекшімін, яғни Арифлеймнің уставы. Сондықтан бүкіл команда болып қатысуларыңыз міндетті. Себебі бұл сабақты спонсордан бастап новичокқа дейін білу керексіздер. Арифлейм білесіздер, заңды бизнес. Сондықтан ол қандай заңы бар деген сияқты бәрін білу керексіздер. София, папаға бара тұршы. Қазір келем. Ровно 3 болды, мен сабағымды бастай берейін. Яғни сабақтың тақырыбы устав, Арифлеймнің заңы. Устав деген, яғни Арифлеймге білесіздер, 52 жылдық тарихы бар Алпауыт компания. 5 елде 6 бірдей заводы бар. Өте Алпауыт компания. Соның заңына сәйкес жұмыс жасауымыз керек. Яғни ол қандай заңдар. Оның барлығын негізі жеке кабинетімізге кірсек, барлығы жазылынып тұр. Бірақ оның барлығын айтатын менде уақыт жоқ. Сондықтан барлығын емес, нақты соның барлығын айтып тізіп айтатын боламын енді. Енді бастайық. Арифлейм ең бірінші ұстауының біріншісі ол партнер арасындағы сыйластық. Яғни бізде бизнесте отношения, білесіздер, адаммен жасалынады бизнес. Сондықтан араларыңызда сыйластық қарым-қатынас болу керек. Бір-бірлеріңізді сыйлап, спонсордың міндетін немесе партнердің міндетін тіркелген кезден бастап шешіп алу керексіздер. Бір-біріңіздің арасында субординация болу керек.
Сонда ғана гармония дейді ғой. Екеулеріңіздің араңызда керемет бизнес партнер болып, ары қарай бизнестеріңізді дамытатын боласыздар. Және де ең бірінші, сіздер адамға тіркелген кезде не айтасыздар? Тіркемес бұрын біз информация береміз, танысымыз болсын, рекламадағы адамдар болсын, бәрін ашық айту керексіздер. Бұл Rich Life компаниясы, бұл Oriflame, мынандай 3 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз, команда құрамыз, тұтынамыз, оқып үйренеміз деген сияқты. Оның барлығын сіздер айту керексіздер. Бір нәрсені жасырып қалуға болмайды. Себебі бәрін ашу керек, ашып айту керек, устав бойынша. Келесі заң ол Oriflame'ді басқа сет үшін қолданбау. Білесіздер, біздің бизнес, онлайн бизнес. Бізде барлығы сотка арқылы, Instagram арқылы жұмыс жасаймыз. Яғни, бола ма сіздерде мынандай Oriflame деп тересін, Oriflame емес, басқа зат. Басқа компанияның заттары тұрады Oriflame логотипімен. Ондай болмайды. Oriflame заңына сәйкес емес ол. Яғни, тек қана Oriflame ба? Oriflame деп аштыңыздар ма? Тек Oriflame заты тұру керек. Яғни, жарайды, онлайн бизнес болмаса да, магазинде бар, ауылдарда, мысалы, магазинге қойып қояды Oriflame заттарын. Біз не үшін қойға болмайды? Себебі бізде прямой продажа. Бізге тікелей 5 заводымыздан келеді. 6 заводымыздан прямой бізге келеді. Сондықтан бұл сетевойда поделка, сіз өз бағасын алып отырамыз. Ал егер мысалы, қараңыздаршы, не бір умный адамдар бар, мен қазір Oriflame'ге тіркеліп алам, сосын магазин ашам, салон ашам, или Oriflame заттарын толтырып қоямын да, бай болам деген сияқты. Яғни, миллионға зат алып қойып, соны алып сатып жүрем, директордың сатысындағы ақшаны маған төлеп отырады деген сияқты ойлар болады, кейбір адамда. Бірақ ондай болмайды. Ол Oriflame заңына сәйкес емес, мүлдем олай жасауға болмайды. Магазин, бутик ашып алып олай болмайды. Біз прямой продажамыз. Түсінікті ғой, қыздар, да? Және де айтып кететіні, мысалы, тіркелген кезде, адам тіркеледі ғой, вот сол кезде сіздер одан сұрау керексіздер. Сіз бұрын Oriflame'ге тіркелдіңіз бе, немесе басқа компанияда, басқа командада адамдарыңыз бар ма деген сияқты. Себебі біздің Oriflame компаниясында мұрагерлік бар. Сол мұрагерлікті қалдыру үшін сіздер ең бірінші туған бір қандылар тек бір структурада, бір командада болу керек. Біз не үшін айтамыз тіркелген әріптестерге? Сіз тіркелдіңіз, сразу таныстарыңызға шығыңыз, болмаса сіз айта алмасаңыз, біз айтамыз деген сияқты. Себебі тіркелген сәттен бастап сіздердің таныстарыңыздың, даже бір рет көрген адамдарыңыз болса да, сіздерге білу керек, чтоб сіздер Oriflame компаниясына жұмыс жасайтындарыңызды. Бәрімізде, Аллаға шүкір, смартфон бар, интернет, Инстаграмда отырамыз. Сіз айтпасаңыз, сол адамға басқа біреу айтады. Жаңағы таныстарыңыздың бәрі сол адамға кетіп қалуы мүмкін. Сондай бір өкінішті жағдай болмас үшін сіздер қанша ұялсаңыздар да, айта алмай жатсаңыздар да айту керексіздер. Ол тіркелмесе де ладно. Просто сіздің Oriflame'де жұмыс жасайтыныңызды білу керек болды. Ары қарай уже сіз доходқа шыққаннан кейін ол өзі-ақ келетін болады. Түсінікті ғой, қыздар, үшінші заңымыз осындай. Устав бойынша қатаң қадағалаймыз оны. Және де, мысалы, бір қыз тіркелді. Енді бәріміз тіркелдік. Бұл нені Oriflame системасын білмейміз әлі. Барлығымыз доход үшін, ақша үшін келгенбіз. Бірінің астынан бірін тіркеп тастаймыз. Бізде командалық жұмыс сондай ғой. Бірінің астынан бір тіркеледі. Енді пока мынаны бәрін үйренем дегенше уақыт кетеді. Ал енді бұл жерде
жаңағы мысалы мен айтайын, мен тіркелдім, мен астыма қыздар кетіп жатыр, мен спонсорларым тіркеп жатыр. Мен өзім адам тірке алмаған, басында 2 ай бойы регистрация болған жоқ. Сонымен спонсорлар маған пока адам тіркеп, мен өсірген кезде мен ояндым. Вот, ой, адамдар тіркеліп жатыр екен мен астыма, не деген күшті мүмкіндік. Сонымен оянған болатын. Ал енді мен 2 айдан кейін ояндым, бірақ менің туған іні әпкелерім, оған мен 2-ші ветка ашуым керек. Себебі бір қандылар бір веткада тұру керек. Түсініп отырсыздар қыздар. Себебі мұрагерлік бар. Егер олар басқа неге бірінің астына бірі тіркеліп, қате кететін болса, ол болмайды. Сіздер менің туған әпкем 3-ші ветка ашып, мен 2-ші веткамды ашып қойғам, 3-ші веткамды ашып, мен туған әпкемді тіркеп қойдым. Ол жасамайтын болса да, себебі мен бұл уставты білгендіктен. Енді сіздер бүкіл новичоктарыңызға менің қазір YouTube'қа сақтаймын. Сол осы жерде айтылған әңгіменің барлығын новичоктарыңызға тарататын боласыздар. Себебі қанша іздедім YouTube'тан устав туралы, барлығы орысша, қанша орысшамды жинап аударам дегенше қазақша 1 грамм сабақ жоқ екен осы устав туралы. Сондықтан қазақша сабақтарды көбейтейік, устав туралы барлығы білу керек. Егер білмеген жағдайда бұндай мықты бизнесті құра алмайсыздар. Енді келесі, бізде компаниямызда бір-ақ рет тіркелуге болады. Бір адамға бір-ақ консультанттық номер беріледі. Қайта-қайта тіркеле алмайсыздар. Ол не үшін? Яғни сіз тіркелдіңіз, и все, болды. Өзіңізге арналған консультанттық номер, пароль беріледі, болды. Егер сіз оны жаттап, немесе есіңізде сақтай алмай, жоғалтып алып, есіңізден шығып кетсе, болды. Сіздің дайын командаңыз, дайын, барлығы дайын болып тұр ғой негізі. Соның бәрін жоғалтып аласыздар. Тіркелген сәттен бастап жаттап алыңыздар. Яғни бұл бизнесте немқұрайлы қарамаңыздар. Бүкіл структураңыздан айырылып қалайын деп тұрсыздар, егер жаттамасаңыздар. Енді ең бастысы сол терминация. Терминация деген білетін шығарсыздар. Новичоктар болса араларыңызда айтып түсіндіріп кетейін. Терминация деген, егер сіздер Oriflame компаниясына бір кусок сабын алмасаңыздар, сіздер терминацияға кетесіздер. Номеріңіздің өшуі терминация деген. Бүкіл дайын тұрған системаңыз, командаңыздың бәрі өшуі деген сөз. Сондықтан хотя бы орынызды, командадағы орынды сақтап қалу үшін сіздер кем дегенде 5-10 мың теңге заказ беріп, орындарыңызды сақтау керексіздер. Мен қызымнан қашып жүрмін. Көріп қойып жатыр. Терминацияның уақыты қазір қысқартылды. Алдын 2 жыл, мысалы бір заказ салғанға, бір рет заказ салған қыздар 2 жыл бойы терминация кетпейтін еді. Ал қазір 1 жылға қысқартылды бұл. Яғни сіздер заказ салсаңыздар 1 жылдың ішінде терминация кетесіздер. Ал енді мүлдем тіркеліп алып, мүлдем заказ салмағандар бар ғой, олардың барлығы 2 каталогтан кейін өшеді. Сіздерде тіркеліп заказ салуға 2 каталог бар. Яғни дайын командаңыздан айырып қалмас үшін. Соның барлығын ертерек айтыңыздар. Ұйықтап жатқан қыздарыңыз бар шығар, соның барлығын айтып оятыңыздар. Бұндай керемет компания ешқандай жерде жоқ, іздеп те әуре болмаңыздар. Одан кейін ең маңыздысын айтайын. Терминация туралы мен бір случайым. Осыдан бір 7 ай бұрын маған рекламадан бір әпке келді. Мен тіркеліп қойғам. Енді ешқандай заказ жасаған жоқпын. Олар маған үйреткен жоқ деген сияқты. Арамызда енді тіркеліп қойған адамға мен қалай информация берем. Бірақ сонда да арамыз үзілген жоқ, сөйлесіп тұрдық. Енді
кәдімгідей арамызда бір күшті қарым қатынас орнады. Содан кейін 2 ай өткеннен кейін маған қайттан жазып тұр: Фарида, қызым, айналайын, сен кәдімгідей мен қызым сияқты айналып кеттің, сенімен бірге жұмыс жасағым келеді. Мен біліп сұрастырып алдым, терминацияға кеткен екенмін, енді сенің командана қосылғым келеді деді. Яғни бұндай нәрсені естуге бір қуанышымда шек болған жоқ, себебі қалай айтсам, мен жылы сөйледім бәле. Егер сіздер сол адамға күшті бір мотивацияларыңызды аямай, басқа командада болса да жылы қоштассаңыздар, ол сізді ұнатса, ол келеді. Терминацияға кетсе де, 1 жыл күтсе де, 2 жыл күтсе де сізге келеді. Себебі бұл компания отношениямен құралады. Және ол мен лидерім, қазір 2-ші веткамда Әбжәмил Ләйла әпкем, өте қатты сыйлаймын, өте жауапкершілігі бар әпке. Сондықтан осындай алтын әпкелерді жоғалтып алмас үшін барларыңызды салыңыздар. Кейде сондай случайлар болып тұрады. Терминацияға кетіп, өздері сіздерді іздейтіндей. Енді қараңыздар, адамды тіркедік, консультант тіркелді. Тіркелгеннен кейін бір каталогтың ішінде уже верификация жасау керек. Верификацияны көп адам түсінбейді. Ол сіздің бұл компанияға заңды түрде тіркелгеніңізді білдіреді. Яғни сіздің айлығыңыз түсу керек, скидкаңыз түсу үшін, астыңыздан адам тіркелу үшін сіз верификациядан өтуіңіз керек. Ол үшін рекрут чаттарыңызда барлығын айтып жатқан шығар спонсорларыңыз, дер кезінде жасап тастаңыздар. Әйтпесе сол қалпы сізді күтіп қалады. Басқа қыздар, астыңызда қыздар тіркей алмай, неге структура кәдімгідей 1-2 күн күтіп қаласыздар. Сондықтан верификация ол өте маңызды. Күнде чатта айтылады, күнде 2 рет айтылады даже. Сондықтан мән бермей жүрген қыздар бар болса, жасап тастаңыздар верификацияларыңызды. Өте орынды сұрақ қойып отырсың, Мөлдір. Как раз осы тема бойынша айтқым келіп отқан еді. Басқа команданың адамын шақырса не болады? Мен өте қарсымын ондай нәрсеге, себебі мен тіркелген сәттен бастап адалмын компанияма. Мен өз таңдауымды құрметтеймін. Осы компанияны таңдадым, мен болды. Басқа компанияға кетпеймді, сұрастырмаймын да ол туралы. Себебі осы компаниямен өніп өсем деп келіп отырмын. Басқасы керек емес. Яғни басқа компаниядан шақырғыларыңыз келе ма, артын ойлаңыздар. Қараңыздаршы, мысалы, ол адамды шақырасыз, оны үйреткен спонсорды қараңыз. Ол, мысалы, мен сияқты декреттегі ана шығар, күндіз-түні соған үйретіп, барын салып, күнде үйретіп атқан адамды сіздер аласыздар да, давай мен командам күшті, тез өсірем сені деген сияқты неше түрлі айла бар ғой. Вот сондайларды қолданып жатқан қыз-келіншектер бар болса, ондай жасауға болмайды, себебі адал табыс ол адал еңбекпен келінеді. Яғни тек адалынан жұмыс жасау керекпіз. Басқа команданың қыздары мен ешқашан шақырған емеспін. Басқа командамды соған үйретем. Себебі, ладно, ол келсін, жарайды, келсін. Бірақ басқа компанияны тастап кеткен адам, ол гарантия бермейді маған, менімен бірге қалуына. Сондықтан қанша активный болса да, мен істеймін, давай тірке деп жатса да, білмеймін. Басқа командадан шақыруға болмайды қыздар. Даже басқа команданың адамын өздеріңізге жауапкершілік алмай қойыңыздар. Ол сіздерге адал болмайды. Басқа командаға адал болмаған адам сіздерге адал болады деп мен гарантия бере алмаймын. Верификация неше күнде дайын болады? Қазір
2 күнде дайын болатын болып жатыр. Барлық сайттарымыздың системасы барлығы дұрысталды. 2 күнде дайын болды менікі. Тағы да бір адалдық туралы айтқым келіп отыр. Қараңыздаршы, басқа команданын жаңағыдай алып келіңіздер и болды, все, бәрін үйретем, тез өсеміз, давай тіркелдік и ары қарай не болады? Сіздер өсесіздер, сіздер үлкен доходқа келген адамсыздар. Одан кейін неше түрлі золотой конференция, бриллиантовый конференциялар бар, өте әр ай сайын бізде кездесулер ұйымдастырылып тұрады. Сол жерге барған кезде жаңағы сіз басқа командадан шақырған спонсорлар жүреді. Қандай сезімде боласыздар? Яғни обидно емес па? Соншалықты жарайды, оған білінбесе де сіздерге білінеді ол. Кәдімгі іштеріңізден күйіп, не үшін сол адамды тіркедім екен, не үшін менің былайша айтқанда күйе жағылады, репутацияларыңызға күйе жағылады, ондай жасасаңыздар. Сондықтан барлығын адал, таза етіп жұмыс жасаңыздар. Анда мұнда секірудің қажет жоқ, негізі 2 кемені басын ұстаған суға кетеді дейді ғой. Сондықтан осы компанияны таңдадыңыздар ма, до конца барыңыздар и командаларыңызды соған үйретіңіздер. Жалпы устав туралы өте көп нәрсе айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Барлығы өте ең бастыларын айтып жатырмын. Қайта тіркелуге болмайды деген сияқты. Егер қайтадан тіркелгісі келсе, терминацияны күтіп, сіздердің командаларыңызға оралсын. Енді ең соңғысы бізде этический комитет. Яғни бізде 52 жылдық компания бүкіл заң бойынша, яғни халықаралық компания болғандықтан барлығын қарастырған ғой. Андай өтіп кету деген сияқты болмайды бұл жерде. Ол этический комитет нені қарастырады? Бізде семейный бизнес, білесіздер, өте керемет. Маған ұнайды, менің де күйеуім менімен бірге қосылса ғой деп арманым бар. Алла қаласа бірге семейный бизнес құрамыз деген үміттемін. Сол семейный бизнесті қарастырады. Бір номер беріледі, күйеуі мен әйеліне бір номер, яғни екеуі де бірге саяхатқа шығады деген сияқты, бірге доход алады. Ал солай енді тағы да мұрагерлікке қалдыру бойынша. Енді өмір болған соң барлық нәрсе болады. Енді ешкім ұзақ өмір сүрмейді ғой, барлығымыз бір-ақ рет өмір сүреміз. Былайша айтқанда, Oriflame-ді таңдаған осы себептен деп ойлаймын. Мұраға қалдыру үшін мен страховкам десем де болады. Пассивный табысымен мұраға қалдыру. Страховка, қыздар. Бұл жерде сіздер бала шағаларыңызға қалдырып кете аласыздар, бизнестеріңізді жасап жатқан. Бәрін басынан бастамайды, сіз жалғастырып кетеді ары қарай. Яғни менің бала шағам мен қазір бастап осылай команда құрып жатқанымды ары қарай жалғастырып кетеді. Күшті емес пе? Қай жерде көрдіңіздер мұраға қалдыру деген? Ешқандай жерде жоқ қой. Даже жалданбалы жұмыста бір высший неде статуста тұрсаңыз да ол жерде қалдырып кете алмайсыздар. Сондықтан мынандай бизнесті қолға алып, тез уставты сәйкес қатаң қадағалап, командаларыңызды мықты етіп құра біліңіздер. Дәл қазірден бастаңыздар осыны. Егер білмеген болсаңыздар, YouTube-та өте көп, бірақ енді орысша. Сондықтан барлығын түсініп аласыздар деген үміттемін. Және де
терминацияға кеткісі келіп жүрген қыздар болса, тезірек, енді сіздермен сөйлесіп жатамыз ғой, вот рекламадан келіп жатады, көп случай, мен тіркелгем, бірақ сізге қосылғым келеді деген сияқты көп әңгімелер естиміз. Енді соларға айтыңыздар, күтсін, терминацияға сізге келгісі келсе, прям күтсін, сіздің адамыңыз болады, Алланың қалауымен. Сізге ол адам командаңызға келу жазылса, ол міндетті түрде келеді. 1 жыл өте ма, 2 жыл өте ма. Сондықтан терминацияға кету жөнінде этический комитетке барып заявление жазсаңыздар болады. Сол жерден тез терминацияға кетіруге болады екен. Және де бізде международный компания ғой. Енді басқа елге көшіп кетсеңіздер де, соның барлығын біздің этический комитет етіп береді, қарастырып береді. Енді қыздар, сіздердің сұрақтарыңыз бойынша мен жауап беріп өтейін. Сіздердің комментарийіңізді енді оқып жатырмын. Так. Басқа команда дегенде Oriflame-де, бізде өте көп қой жобаларымыз, біздің, мысалы, менің командам Rich Life жобасы, басқа жобалар да өте көп қой. Солардан переманивать етпеңіздер деп жатырмын. Адал жұмыс жасайық. Яғни, адал жұмыс жасаған кезде ғана біздің ақшамыз, тауып жатқан табысымыздың барлығы адал жолға кетеді. Егер олай жасамайсыздар ма, сіздер, Құдай сақтасын, андай адал емес жолмен табылған ақша ол ауруға кетеді, кредитке кетеді деген сияқты, берекесі болмайды. Сондықтан адал жұмыс жасайық. Мен негізі Oriflame-ге келмес бұрын мына жерде қандай кітап ұсынар едіңіз дейді. Мүлдем кітап оқымаған адаммын. Шынымды айтайын, бірақ бизнеске келіп кітап оқып, бүкіл сөздік қорымды жаттықтырып деген сияқты. Қазір Қуаныш Шонбайдың 2-ші болма кітабын оқып жүрмін. Қайта оқимын. Сондықтан сіздерге де сол кітапты ұсынар едім. Екінші ветканың ашқан тиімділігі. Екінші ветка ашқан кезде ең бірінші сіздерге жауапкершілік ілінеді мойындарыңызға. Яғни, бір емес 2 веткаларыңыз болады. Лидерлік қабілетті ояту керек сіздерге. Және де сол команданы алып жүре алатындай болуларыңыз керек. Тиімділігі ақша көбірек аласыздар. Және де екінші ветка ашатын кезде енді отрыв туралы әңгіме кетіп жатыр. Бұл енді басқа тақырып бойынша устав туралы қойсаңыздар маған. Яғни, мен сіздерге жеткізе алдым ба? Уставты, заңдарымызды қыздар, устав туралы жеткізе алдым ба? Қандай сұрақтарыңыз бар? Ветка дегеніміз, ол асты-астынан тіркеліп жатқан команда, яғни структура. Яғни, сіздер қазір новичок болсаңыздар, сіздер спонсорский веткаға жатасыздар. Спонсорларыңыз, барлық команда жабылып, сіздің астыңызда тіркеп жатыр. Вот соны бірінші ветка деп атаймыз. Ал енді келесі үлкен доходқа келіп, тағы да веткаларыңызды көбейтем десеңіздер, команда үлкейтем десеңіздер, екінші, үшінші веткаларыңызды ашып дамыта беретін боласыздар. Пенсионка. Енді дұрыс қой, бізде заңды бизнес болғандықтан барлығы бар. Аллаға шүкір, декретный да бар, пенсионный. Даже қазір ИП ашпай-ақ, физлицо ретінде карточка аштырып, айлықтарыңызды ала берсеңіздер болады.
Енді ол пенсионка мен декретныйды тек золотой директор болған кезде ғана ала аласыздар, яғни үлкен доходқа шыққан кезде. Астыларыңыздан 2 директор ашсаңыздар, яғни 2 адамға мынау Oriflame-ның мүмкіндігін түсіндіріп, үйретіп, барынша сопровождение жасап, сол екі ғана адамның өмірін өзгертсеңіздер, сіздер пассивный доходқа, яғни былайша айтқанда пенсияға шыға аласыздар. Менің сабағым өте қысқа, уақыттарыңызды алмай қойын, ары қарай жұмыс жасайық. Осы уставты қатаң қадағалап, командаларыңыз мықты болсын, адал жұмыс жасайық. Ең бастысы, яғни келесі уже бұндай қателіктер орын алмас үшін, егер осы уставтағы бірде-бір строка дейма, не дейді, сон барлығы дұрыс емес жасалынса, уже сіздер блокқа кетесіздер. Сол естеріңізде болсын. Заңды бизнесте заң бойынша жұмыс жасайық. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы каталогты мықты етіп жабуларыңызға тілектеспін. Осымен прямой эфирімді аяқтайын. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыздар. Сіздерге ұнат деген ойдамын. Сау болыңыздар.